байланысты түрлі әдіс-тәсілдермен көрсетіп жатыр. Енді мен қазір заманауи технология енді қолданыстағы жүйе қысқаша жасанды интеллект, яғни жасанды интеллект технологиясы бойынша кішкене өзінің интеллектін бөлшегі. Бұл сабағымыздың кез келген бөлігінде пайдалануға болады. Мысалы, шақ-шеңбері болсын, зерттеу сәті болсын, ертегі болсын, тағы басқа көп нәрселерде оны қолдануға болады екен. Ал бұны тәжірибе жүзінде көрсетер болса, мысалы. Құрметті әріптестер, қазіргі білім беруде жасанды интеллект оқушылардың белсенділігін арттыруға бірнеше жолмен ықпал етеді. Жиі әр оқушының деңгейін анықтап, оның қабілетіне сай тапсырмалар ұсынуға болады. Оқуды ойынға айналдырып, балалардың белсенділігін арттыруға болады. Жиі мәтін, сурет, музыка, видео жасауға көмектеседі. Бұл оқушыларға өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сайттан алынған суретті балаға боятып, сканерлеп, суретті жандандыруға болады екен бұл жерде. Мысалы, жаңа суретті көшіріп алып, сканерлеп, сурет кірмеді. Барлық салаға, барлық пәнге байланысты суреттер бар бұнда. Ал, беремін, мынау менің балаларымның бар жерінде бар, мысалы, астана байланысты, мына жерде ұлттық киімдерге байланысты, мысалы, қазақтың ұлттық ойын түрлеріне байланысты қиярға жабыстырған. Осылай өздеріңіз қолдан жасап, шығарып, жарыстырып, өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай пайдаланыңыздар. Сабақ үдерісін тиімді ұйымдастыру арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру тақырыбындағы коучингіміз өз мәресіне жетті. Кері байланыс жасауларыңызды сұранамын. Үй тапсырмасы кез келген алдында өткен тақырыптардың міндетті үй тапсырмасы болады. Бұл Форпер әдісі арқылы, яғни балаларға тез тиянақты түрде тапсырмалар дайындап, соны шешуге болады. Келесі дайындап келгенім сіздерге мынау 4 сурет бір сөз арқылы, яғни жаңа тақырыпты аша білу. Ал енді міне сіздерге осындай, яғни 4 сурет бір сөз шығатын дайындап алып келдім. Санды өрнек, мынау өрнек, ал мынау әріпті өрнек.